Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге бай адамдардың әдеттері жайында айтатын боламын. Назарларыңызға бізден бірнеше құнды кеңес, олай болса мұқият тыңдаңыздар. Мол табыс табу үшін тәулігіне 20 сағаттап жұмыс істеу міндетті деп ойласаңыз, қатты қателесесіз. Өйткені қалтаға түсетін қаражаттың аз не көп болуы уақытпен емес, ақылмен өлшенеді. Сондықтан болар көп жұмыс істесе де аз ақша табатын, аз істесе де көп ақша табатын адамдар болады. Ал енді айына жақсы табыс табуға әсер ететін не? Бұл ретте маңызды фактор ол әдет, яғни сіздің күнделікті қайталап жасайтын амалдарыңыз. Ендеше байлардың бойында бар пайдалы әдеттер туралы айтқанды сіздерге жөн көріп отырмын. Біреуге емес, өзіне жұмыс істейді. Негізі көпшілігі жалдамалы жұмыста жүре бергісі келеді. Өйткені 8 сағат істеп әрмен қарай жауапкершілік алғысы келмеуі мүмкін. Өзіне кәсіп ашу туралы ойласа, тіпті қорқады. Ал байлар болса жалақыдан жалақыға өмір сүргісі келмейді. Барын салып бір іске өзін арнап, содан мол табысқа кенеледі. Бастаудан қорықпау керек. Мысалы, әлемге әйгілі миллиардер Амансио Ортеганың байлығы 75 миллиард долларға жуық. Ол 1975 жылы жұбайымен бірге үйде халат, іш киім тігуден бастаған, ал бүгінде оның Zara дүкені әлемдегі түкпір-түкпірінде бар. Өзгеше ойлайды, табыс табу үшін міндетті түрде күрделі жолмен жүру керек деп ойламаңыз. Кейде күтпеген жерден ойға келген идея болып шыға келуіңізге себеп болуы мүмкін. Қақпағы астында тұратын кетчуп, шампуньдердің сыртын білесіз бе? Міне сол идеяның авторы Пол Браун есімді азамат екен. Сол идеясы үшін ол дизайн құқығын 14 миллион долларға сатқан. Жаратқанынан тапқаны көп. Айлығы өскен сайын шығынында өсе беретіндер бар. Байлар болса бірінші кезекте ақша құртуды емес, көбейтудің жолын іздейді. Негізгі бір айға жететіндей белгілі бір соманы бекітіп алған дұрыс. Сөйтіп айлық табысты одан көптеу табу керек. Сол артылғанын жинап, не инвестициялау қажет. Әрі артық ақша бар екен деп онды солды шашу жаман әдет. Көңіл күйдің жетегінде зат алып қоюды доғарыңыз. Шығындарды басқаруды үйрену керек. Мысалы, әлемдегі ең бай адамдардың бірі Уоррен Баффет әлі күнге дейін сонау 1957 жылы 30 мың долларға сатып алған үйінде тұрады. Істі кейінге қалдырмайды. Ойға алған ісіне қатысты шешім қабылдады ма, бірден іске кіріседі. Созып жүріп алмайды. Ой түбіне батқан сайын бата бересіз. Сондықтан 7 рет өлшеп, 1 рет кесу керек екен деп 100 толғанып жүріп алмаңыз. Сәтін салады деп күтпеңіз. Олай етсеңіз мүмкіндікті мүлт жіберіп алуыңыз әбден мүмкін. Әр нәрседен бір мүмкіндік көріп тұрады. Қаржылық тәуелсіздікке ұмтылған адам оптимист болады. Ол ішінде су бар ыдысқа қарап, жарты стақан су бар деп емес, әлі де толтыруға болатын стакан деп ойлайды. Проблемаға баса мән беріп, соның күйін күйттеп кетпейді. Не үшін олай болғанына да бас қатырып, энергия шығындамайды. Оның орнына шешу жолдарын іздеп реттеумен айналысады. Уақытын бағалайды. Бай адамдар айына не жылына табатын табысты емес, сағатына табатын табысты есептейді. Сондықтан бай болуға ұмтылсаңыз, ең алдымен күніңізді қалай өткізгеніңізге көз салыңыз. Денсаулығыңызға, отбасыңызға, бизнесіңізге кері әсерін беретін істерден бас тартқан жөн. Еш пайдасы жоқ фильм қарап, әлеуметтік желіде бос әңгіме айтуды азайтыңыз. Сонда сізде дамуға, жоспарлауға, демалуға бос уақыт пайда болады. Адамның жаманы мылжың, жақсысы жомарт. Бай адамдардың басым көпшілігі қолы ашық, жомарт келеді. Олар бөлісуге дайын тұрады, қайырымдылық жасайды, түрлі әлеуметтік қоғамды жобаларды қаржыландырады, ғылым білімнің дамуына үлес қосып, меценат болады. Ақшаны мақсат көрмеңіз, ол мақсатқа жеткізетін құрал. Адамдарға керек әрі сапалы дүние жасауға ұмтылыңыз. Шынында да халықтың өміріне жеңілдететін зат не қызмет қана толағай табыс әкеледі. Егер клиент риза болса, келесіде сізге қайта келеді. Жауапкершілік алу. Жетістікке жетсе де, сәтсіздікке ұшыраса да,
бақуатты адам бәрін өзінен деп есептейді, өзгелерді кінәлі қылуға тырыспайды. Өмірінің қазіргідей болғанына өзі ғана жауапты екенін түсінеді. Ал кедейлер болса бір күні аяқ асты жолым болып кетеді деп үміттеніп қолдан келер қайран жоқ дегенге салып жүре береді. Яғни бұл жерде басты айырмашылық шешім қабылдау және оған толықтай жауапкершілік алу. Сүйікті ісімен айналысу. Егер адам істеп жатқан ісін қатты жақсы көрсе, табысқа жететін күні жақын деген сөз. Өйткені ол жан тәнімен кіріседі. Осы ретте кәсібилік қосылғанда қаржылық тәуелсіздікке жол ашылады. Бай адамдар түрлі кәсіптің басын шалудан да қорықпайды. Өйткені өз салаңды табуға ешқашан кеш емес. Асқақ мақсаттар қою. Егер де сізде айына белгілі бір соманы табу деген мақсат болса, оны сіз табасыз. Айталық $5000 табу деген мақсат қойдыңыз делік, қалауыңызға қарай аз, не көбірек сома бекітсеңіз болады. Күн сайын әлгі шамаға жеткенше кішігірім қадам жасай бересіз. Тағы бір айта кететін жайт, мақсатты дұрыс қоя білу маңызды. Яғни ол ақылға қонымды болуы керек. Оның іске асуы не аспауы сізге ғана байланысты болуы қажет. Ауа райына, басқаларға не тағдырға байланысты болса, мақсатыңызды дұрыс қоймағаныңыз. Адамдармен тіл табыса білу. Адамдармен тіл табыса білу, байланыс орнату аса маңызды. Ақшаны біз үнемі басқа адамдардан аламыз. Қызметке төлейді, затыңызды алады. Егер сізде таныс көп болса, инвестор, клиент табу оңайырақ болады. Инвестиция салу. Ақшаны ақша жасау керек. Олар төсектің астындағы банкінің ішінде жатпасын. Бизнесіңізді кеңейтіңіз, акциялар сатып алыңыз, кемінде үй алып қойыңыз. Пассив табысқа шығу миллионер болудың алғы шарттарының бірі. Сіздің пассив табысыңыздың болуы. Бұл дегеніміз, сіз басқа жақта жүрсеңіз де қатысыңызсыз жүре беретін кәсіп, түсе беретін ақша. Мысалы, банктегі депозиттің пайыздары, акциялар, үйді жалға беретін түсетін табыс, авторлық қаламақы, патенттер және тағы да басқалар жатады. Ортаңызды реттеңіз. Бай байға құяды, сай сайға құяды. Егер айналаңыздағы адамдар таныссыз, мол ақшасыз байып кету мүмкін емес деген түсінікте болса, онда осы ортада жүріп байып кете алмайсыз. Өйткені қалыптасқан түсінік сізді кері тартып, бойыңызға сенімді жоғалтады. Ал енді көз алдыңызда біреу табысқа жетіп жатса, сіз де соған ұмтыласыз. Беделді адамдармен араласпайтын болсаңыз, кемінде бай адамдар туралы биографиялары оқып, фильмдер көріп шабыттаныңыз. Бай адамдар жоспармен жүреді. Сондықтан табысқа ұмтылсаңыз, бір күнге, аптаға, айға, жылға арналған жоспарыңыз болсын. Үлкен мақсатыңызға жасайтын кішігірім қадамды нақты біліп тұруыңыз керек. Ол жоспардың ішінде демалысқа да көңіл бөлінуі керек. Тоқтамай алға жылжи береді. Бай адамдар бір сәт дамыл таппайды. Сіз де мақсатыңызға жетер жолда кедергілерге қарамастан алға ұмтылыңыз. Тіпті тығырыққа тірелгеніңізде тоқтамай алға жылжыңыз. Тәуекел түбі жел қайық, жүзесінде өтесін. Уайым түбі тұңғиық, батасында кетесін. Арманыңызға адал болыңыз. Орта жолдан кері қайтпаңыз. Біле білсеңіз, бүгінде баршаға таныс байлар да кезінде түрлі қиындыққа төтеп берген, талай рет банкроттыққа да ұшыраған, айналысқан ісі табыс әкелмеген кездері де болған. Бірақ бәріне тән ортақ қасиет табандылық. Олар тоқтамай алға жылжи берген. Қандай да бір сәтсіздікке ұшырасаңыз, налымай, одан сабақ алыңыз. Мысалы, 3 студент 1:10 секундтан кейін өзімен өзі өшіріліп кететін хабарламалар функциясы бар мобил сервисін жасайды. Бірақ әлгі жобалары сәтсіз болады да, үшеудің біреуі достарымен жанжалдасып, жобадан бас тартады. Кейіннен қолданбалы дамытып, қайта жасап шыққан соң, Эван Шпигель мен Бобби Мерфи қазір 2 миллиард және де $1,800,000 табысқа ие болып шыға келеді. Өзіңді дамытудан жалықпау керек. Жаңа білім алып, оны қолдану арқылы небір мықты жобаны дүниеге әкелуге болады. Менеджмент туралы кітаптар оқыңыз.
оқығандардан хабардар болыңыз. Өз бағаңызды біліңіз. Уақыт сіздің ақшаңыз. Қызметтің ақысын айтпас бұрын нарықты зерттеңіз. Беделіңіздің бәрін биік қойыңыз, мүмкіндікті мүлт жібермеңіз. Мысалы, банкоматтың прототипін жасаған адам ол дүниесін бар болғаны $5 ғана бағалаған екен. Одан да қымбатқа бағалап миллиондар таба алатын еді. Болмаса сары смайликтің суретінің авторы Харви Бол $45 ғана алған, ал сол суреттің лицензиясын сатып алғандар $50 миллион тапқан. Тәуекелге бас тігу бай адамдардың келесі бір артықшылығы. Тәуекел етудің қорықпайтыны. Әрине, көзсіз бара салмайды. Бәрін естеп, соған тұратын болса ғана әрекет етеді. Бай болғыңыз келсе қорықпаңыз. Бастысы қосымша жоспарыңыз болсын. Сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.